Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Біз бүгін стикерлер арқылы жер адам аттарын табамыз. Ең бірінші 35 сөз жасырылған, ойлануға 7 секунд беріледі. Сіз қанша сөз табады екенсіз? Ал көрейік. Ең бірінші менің каналыма лайк басып, подписация етіп қоюды ұмытпаңыздар. Олай болса кеттік. Бірінші, қандай сөз? Дұрыс таптыңыз, 7 су. Өте жақсы, 2 бас тұз. Келесі, бұл оп-оңай. Ақтау. Келесі сөзде қаланың атауы. Подсказка сіздерге. Астана. Келесі, ал бұл ең қиыны. Ойладыңыз. Талдықорған. Талдықорған. Келесі сөз. Бұл да қаланың атауы. Дұрыс таптыңыз, бұл біздің сүйікті қаламыз Алматы. Дұрыс таптыңыз, ал біздің келесі жасырылған сөзіміз. Ол оңай. Айна бұлақ, жарайсыз. Келесі сөз өте оңай. Қызыл құм деген сөз шықты. Ал келесі сөз, мұқият қараңыз. Сары арқа. Дұрыс таптыңыз. Келесі сөзге мұқият қараңыз. Бұл жұмбақ тас. Сіз таба алдыңыз ба? Ал мына сөзге қарап көріңіз. Бақанас деген жердің атауы. Бұл Бурабай. Дұрыс таптыңыз. Баянауыл деген жердің атауы. Жарайсыз. Келесі. Бұл да оңай. Түлкі бас. Келесі қандай сөз? Бұл да жердің атауы. Ыстық көл. Ал енді бұл адамның атауы. Ойланып көріңіз. Нартай. Дұрыс таптыңыз. Келесі қыздың есімі бізде. Келесі Ботакөз. Келесі Көзайым. Дұрыс таптыңыз. Алмагүл. Ең оңай тапсырма ақ жол. Келесі. Бұл Жандос. Ал мына суретке қарап ойланып көріңізші. Гүлмира. Келесі. Дұрыс таптыңыз, бұл Біржан. Күнсұлу.
Айнам көз. Дұрыс таптыңыз. Келесі. Бұл да өте оп-оңай. Қара көз. Осы тапсырмалар ұнап жатса, менің каналыма міндетті түрде тіркеліп, лайк басып қоюды ұмытпаңыз, өйткені мені көретін оқырмандарының 70% маған тіркелмей көреді екен. Тіркеліп қойсаңыз, келесі сөз бізде өте оңай. Айгүл. Ақ бөпе. Ал бұл қандай сөз екен, ойланамыз. Дұрыс таптыңыз, Аралбай. Келесі, бұл да өте оңай. Жұлдызай деген қыздың есімі. Дұрыс таптыңыз. Келесі бізде Айым. Келесі Тәттім бет. Таптыңыз ба осыны? Жарайсыздар, видеоның соңына дейін көріп, тапсырманы орындағандарыңызға көп рахмет. Тура осындай логикалық тапсырмалар тағы қалдырамын. Сілтемесін басып, сілтемеге өтіп, өзіңізді тағы да бір қырыңыздан сынап көрсеңіз болады.